Қайырлы күн достар, бүгін біз осындай восточная корзина деген пирогты жасаймыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен қамырын жасап аламыз. Ол үшін қантымызға жұмыртқамызды, бөлме температурасындағы тұрған сары майымызды қосып, венчиктің көмегімен жақсылап барлығын араластырып аламыз. Миксерсіз ақ осылай венчикпен араластырсаңыз да болады. Пирогтарыңыз жұмсақ болу үшін майды 62%-дан жоғары майды қолданған дұрыс. Сол кезде сіздің пирогтарыңыз жұмсақ болып шығады. Енді массамызға қопсытқышымызды, ұнымыздың барлығын бірден осылай салып жібереміз. Одан кейін силиконды қасықтың көмегімен жақсылап бірінші барлығын біркелкі етіп араластырамыз. Қыздар, мен пирог жасаған кезде бірінші осылай силиконды қасықтың көмегімен араластырып алам. Сол кезде біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Егер де біздің қамырымызды бірден қолмен араластырсаңыз, онда қамыры сәл қаттылау болып шығады. Сол себепті қандай пирог жасамасаңыз да бірінші осылай қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін қамырымыз осылай қоюланғаннан кейін енді барлығының басын осылай қолмен асықпай біріктіретін боламыз. Каналымда жаңа шыққан рецепттерді өткізіп алмау үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін басуға да ұмытпаймыз достар. Мінеке біздің массамыз, яғни қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ бізде қамыр пайда болады. Енді оны диаметрі 26 см болатын формаға әдемілетіп осылай жайып шығамыз. 24 см пайдалансаңыз да болады. Менде үйде бұл қамырдың формасы 26 болғандықтан осыны пайдаландым. Енді қамырымыздың үстіне осылай 50 грамм мейізімізді қосамыз, 80 грамм грек жаңғағын қосамыз. Грек жаңғағын қатты сақтаудың қажеті жоқ, 4-ке бөлсеңіз де жарайды. Грек жаңғақтарын бірінші жақсылап жуып, пешке қыздырып алған жақсы, сол кезде дәмі ерекше дәмді болады. Енді біздің пирогымыздың үстіндегі массасына сгущенканы қосамыз. Достар, осы кезде айта кететін бір жайт, міндетті түрде 3 желание сгущенкасын немесе Рогачевтың сгущенкасын пайдалануға кеңес беремін. Өйткені осы сгущенкамен бұл пирог өте дәмді болып шығады. Сгущенкамызды құйғаннан кейін әдемілетіп барлығын осылай біркелкі етіп жан-жағына жайып шығамыз. Негізінде мен пирогты бастаған кезде жәймеде пешімді 180 градусқа қыздырып бастадым. Енді осы пирогымызды 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Ерекше дәмді, қонақтарыңыздың көңілінен шығатын пирогты жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.